Қалайсыздар достар, бүгін осындай бір кішігірім видео блогтар түсіріп қойын деп едім менің YouTube каналыма. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін погода өте керемет және көктеп тұр. Міне қазір тура университеттің алдынан өтіп бара жатырмын. Жалпы қазір общежитиеде тұрып жатқаным бар енді. Бұл видеоблогта не айтқым келеді? Сол осылай күніге видеолар салып тұратын боламын YouTube жүйесіне. Сол жақта неше түрлі темаларды қозғайтын боламын. Және де өзімнің ішкі рухани деген сөз қорын дамытуға деген сияқты сондай видеоблогтар жасап тұратын боламын. Барынша тырысамын көп жасауға. Және де қазақ тілін дамыту мақсатында да болады. Себебі өздеріңіз көріп тұрғандай қазақ тілі және орыс тілі онша кішкене нашарлау болып тұр. Әсіресе публикада сөйлеген кезде, сондай кезде қиыншылықтар туылып жатыр деп айтайын. Мысалға ретінде бізде лекция болады. Сол лекцияда біз сабақ айтамыз. Сабақ барысында мен өзімді ойымды жеткізе алмайтын кездерде болып қалып жатыр. Сондықтан осы бүгіндікке міне бір рет көрсетіп қойын, тағы да күшті болып тұр. Ал тағы не айтсам болады? Сол осы қазір екінші курс оқып жатырмын. 5-ші этажда тұрамын, жатақханада. Енді көп уақыт өтті одан бері. Уже 2 жылдай жоқ, 1 жыл болды. Қазір білмеймін, қалай күшті сөйлеп жатырмын, күшті сөйлеп жатқан жоқпын, бірақ бастысы сөйлеп өз ойымды білдіру болып жатыр. Сондықтан қазір 2 минут болыпты түсіріп жатқаныма. Сондықтан осы жерден қазір видеомды аяқтайтын боламын. Сіздерге көп рахмет осы видеоны көргендеріңізге. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Сау болыңыздар.